Баршаңызға сәлем. Бүгін халлы дәстүрлі нанның рецептісімен бөлісемін. Ашытқылы майлы қамырдан дайындалады. Алдымен жылы суға қанттың 1/4 бөлігін ашытқы салып араластырып, 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Басқа ыдысқа жылы сүт, жұмыртқа, қалған қантты салып, ерілген сары май құйып араластырамыз. Осы қоспаға апарамызды құйып, араластырып, алдын ала електен өткен ұнды 2-3 бөлікке бөліп салып қамыр илейміз. Тұз саламыз, қалған ұнды салып, икемді қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспауы керек. Енді қамырды көтерілуге бетін жауып қойып қоямыз. Көтерілген қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздан жгут жасау үшін қамырды жұқалап жайып, тығыздап, орама орап, шетін шымшимыз. Қамырымыздың 4 басын біріктіріп, видеода көрсетілгендей өреміз. Пергамент қағазы төселген противенге орналастырып, бетін орамалмен 20-30 минутқа көтерілгенге жауып қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут себеміз. 180 градуста қызып тұрған пеште конвекциясыз 30 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Халла нанымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айгерім. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер.